Ассалаумағалейкум достар, осы видеоның басындағы интро сіздерге ұнаса, бүгін біз дәл сондай интро жасап үйренеміз. Ол үшін бізге тек PowerPoint бағдарламасы мен жалғыз ғана слайд керек болады. Бірден іске кірісейік, слайдтағы барлық элементтерді алып тастайық. Ең алдымен біз интроның фонын дайындайық. Ол үшін слайдымыздың фонын өзгертейік. Рисунок или текстура, ставить және де өзіміз таңдаған суретті қояйық. Дайын болды. Интродағыдай толқын әсерін алу үшін біз слайдқа шеңберлер қойық. Салып отқан шеңберіміздің өлшемі дұрыс болып, нақты шеңбер алу үшін Shift батырмасын бассаңыз, ол нақты шеңбер күйінде болады. Оның көлемін біз слайдтың сыртына шығып тұратындай етіп үлкендеу қылып алайық. Және де мөлдірлігін арттырайық. Сонда слайдтың ар жағында не болып отқанын, шеңбердің ар жағында не болып отқанын көре аламыз. Бізге дәл осындай 5 шеңбер керек болады. Алдымен осы шеңберді тура центрге қойып алайық. Осы шеңберді көшіру үшін Ctrl-D батырмасын бассаңыз, көшірмесін аламыз. Міне, осы көшірмені дәл центрге қойып, және де көлемін сәл кішірейтейік. Қайталаймыз. Көшірген кезде шеңбердің пропорциялары сақталу үшін Ctrl және Shift батырмаларын басып тұруды ұмытпаңыз. Төртінші және де ең соңғы 5-ші шеңбер. Шеңберлеріміз дайын. Енді толқын әсеріне қол жеткізу үшін бізге бірнеше әрекеттер жасау керек. Оның ең біріншісі, осы шеңберлердің бәрін таңдаймыз да анимация қосамыз. Бізге изменение размера деген анимация керек болады. Байқап отырсақ, қандай да бір әсер бар, бірақ дәл біз ойлағандай емес. Бізге керек әсерге қол жеткізу үшін оның анимацияның ұзақтығын 1,5 секунд қылайық, және де параметрлеріне кіріп, бізге қажетті параметрлерді қойық. Плавное начало 0,5 секунд болсын, плавное окончание 0,5 секунд болсын, автовоспроизведение, уақытын кірсек, бізге қайталау 2 рет қайталансын. Енді осыны қарап көрейік. Жаман емес, бірақ бір нәрсе жетіспейді. Ол не? Мына анимациялар толқын сияқты болу үшін бірінен кейін бірі сәл кешігу керек. Бізде задержка деген параметр бар, соны өзгертейік. Екінші шеңбер біріншіге қарағанда 0,1 секундқа кешіксін, екіншісі 0,2 секундқа, үшіншісі 0,3 секундқа, және де соңғысы 0,4 секундқа кешіксін. Нәтижені қарап көрейік. Керемет, толқынның әсері бар. Енді тағы да 1-2 қадам қалды. Артық элементтерді жаба тұрайық. Барлығын таңдаймыз. Формат. Эффекты фигур. Осы жерде сглаживание деген бар. 50 нүктені таңдасақ, бізде барынша біркелкі болады. Енді соңғы қадам қалды. Осы таңдалған шеңберлердің барлығына біз олардың суретін тура біздің фонының суретімен бірдей болсын. Сонда олар білінбей кетеді. Керемет, нәтижені бір қарап көрейік. Слайд-шоу. Сначала. Қарап отырсақ, бізге қажет нәтиже бар. Фонымыз дайын. Енді логотипімізді қою керек. Логотип менде 2 суреттен тұрады. 2 бөлек суреттен. Және де алдымен жай логотиптің өзін алып келіп суретке қойық. Оның ең бірінші көлемін өзгертейік. 10. Және де тура шаршыны алу үшін 10-да 10. Біз сохранить пропорция деген батырманы алып тастайық та
мәжбүрлі түрде 10-10 деген өлшемді берейік. Тура ортаға орналастырайық. Және де логотипіміз әдемі көріну үшін оның бұрыштарын доғал болып тұратындай жасайық. Енді әдеміліктің тағы бір әсері ретінде осы элементке біз көлеңкені қоса аламыз. Тең деген бөлікте мөлдірлігін азайтып тастайық. Размытие 80, арақашықтық 70 болсын. Бұрыш, оң жақ төменгі бұрыш болу үшін 45 градусты берейік, түсі қара. Қазір көрінбеуі мүмкін, бірақ мына жақ оң жақ төменгі бұрышта бізде қара көлеңке пайда болды. Қарама қарсы сол жақ жоғарғы бұрышта біз ақ көлеңке қосайық. Бір элементке екі көлеңке қосуға болмайды, сондықтан біз дәл осы суреттің көшірмесін жасайық. Көшірмені де тура ортаға қойайық. Және де көлеңкені 225 бұрыш, түсі ақ болсын. Мөлдірлігін сәл көтерейік, сонда ол тым қатты білінбейтін болады. Осылай әдемі болады деп ойлаймын. Бәрекелді. Енді осы екі суреттен құралған элементті бір объектіге біріктірейік. Ол үшін область выделения, және де мына екі сурет бізде ол мына логотипті құрайды. Ол үшін осы екеуін таңдаймыз. Ctrl-G-ді басамыз да, оларды бір топқа біріктіреміз. Топтың атын өзгертіп қоюға болады. Топтың атын лого деп қойық. Енді бізге осы лого бар, және де жаңа айтқандай біздің логотип екі бөліктен тұрады. Екінші бөлігінде қосайық. Оның да көлемін 10-10 см ғып бекітейік. Тура центрге қойайық. Оның да шеттерін доғал етейік. Оның артында жаңа біздің логотип тұрғаннан кейін мына көлеңке осыған да бірігіп кетеді. Енді бізге тек қана қажетті анимацияларды қосу ғана қалды. Ең алдымен логотиптің анимациясымен айналысайық. Ол үшін мына жерден логотипті таңдап, анимация. Біз мына лого объектісіне 3 түрлі анимация қосамыз. Алдымен шығу анимациясы, яғни масштабирование, ол бірінші экранға шығу керек. Кейін ол добавить анимацию, айналу керек, вращение. Және де ең соңында ол жоқ болып кету керек. Мына суретімізбен бізде соған ұқсас. Бұл сурет бізде алдымен пайда болу керек. Және де кейін ол бізде жоқ болып кету керек. Анимациямыздың барлығы бар, тек оларды өз орындарына қою керек. Алдымен бізде логотипіміз пайда болсын. Кейін ол айналады, және де жоқ болады. Және де мына суретте бірге жоқ болып кету керек. Біраздан кейін сурет пайда болу керек. Енді осы анимациялардың барлығы бірге басталсын. Ол үшін оң батырманы басып, вместе с предыдущим дегенді таңдаймыз. Бізге қажетті анимацияның барлығы бар, бірақ олар өз уақытында басталмайды. Бірінші анимациямыздың ұзақтығы 1 секунд болсын, және де ол 0,7 секундтан кейін басталсын. Келесі айналу анимациясы, ол да 1 секунд болсын, және де тура мына анимациядан кейін басталсын. Яғни оның ұзақтығы 1 секунд, және де өзі 0,7 секундтан кейін басталған. Демек 1,7 секунд десек, дәл содан кейін басталады. Одан кейін суретіміз пайда болсын. Яғни оның уақыты 2,7 секунд. Және де толқындарымыз тоқтайтын сәтке қарай логотипіміз ғайып болып, жоқ болып кету керек. Ол үшін біз оларға кешігуді 5,5 секунд деп берейік.
Нәтижені қарап көрейік. Слайд-шоу сначала. Кеттік. Бәрі ойдағыдай, енді тек қана осыны видеоға жазып, қажетті музыкаңызды қойсаңыз болды. Ұнаса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басуды ұмытпаңыз.